Қалайсың, профессор? Әзірге жақсымыз. Сәлем. Сәлем. Тағы да поэма алып келдің ба? Әрине. Не үшін көз майын тауыстып түнімен отырды дейсің? Онда оқы. Қане? Иә. Ұйықтамай таңды күтсе барған адам, сәуленің түсер жері 1001 қадам. Әулие бар ғасырларға куә болып, пайғамбардың аманатын арқалаған. Не дейсіңдер? Ой, мен еш нәрсе білмеймін. Өздерің біліңдер. 1001 қадам дегені түсінікті. Ал әулие, сәуле, пайғамбар дегендерін ойлану керек. Онда пайғамбардың аманатын арқалаған деген сөзге мән берейік. Аңыз бойынша, Мұхаммед пайғамбардың аманатын 500 жыл бойы арқалап, алып Ахмет Яссауиге табыстаған адам Арыстанбап әулие болатын. Демек, біздің келесі бағытымыз Арыстанбап кесенесі болады. Ал сәуле деген сөзді қалай түсінеміз? Әзірге білмеймін. Сонда бар көру керек. Сендер дайынсыңдар ма? Сен хикая дегеннен шаршаған жоқсың ба? Жоқ, әрине. Онда амал жоқ. Сен бәрібір барғызасың. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Ал, тыңдаңдар. Ұйықтамай таңды күтсе барған адам, сәуленің түсер жері 1001 қадам. Әулие бар ғасырларға куә болып, пайғамбардың аманатын арқалаған. 1001 қадам түсінікті, бірақ қай бағытта? 1000 қадам жасаймыз, қай бағытта жасаймыз? Иә. Ұйықтамай таңды күтсе барған адам, сәуленің түсер жері 1001 қадам. Демек біз таңды күтуіміз керек. Иә. Таң мен сәуленің байланысы бар секілді. Қалай сонда? Мына жерде жатқан адамдардың әруақтары таңғы жаттығуға тұра ма? Жоқ әлде бұл о дүниеліктердің фитнесі ма? Нұржан, бұл жерде олай әзілдемеші. Болды, қойдың. Олай болса, түнейтін жерді қамдайық. Анау жерде адамдар жерленген. Түнде қорқынышты болмай ма? Мен барда еш нәрседен қорқпасайшы. Кезінде атам марқұм өлден емес, тіріден қорқыңдар дейтін. Аңшы болған атаң ба? Иә. Ол кезде бала едік. Көптеген сөздерін енді түсініп жатырмын. Иә. Біз таңды қалайда болсын күтіп алуымыз керек. Өлеңде дәл солай жазылған. Сондықтан ұйықтамауға тиіспіз. Жарайды. Бір түнімізді қиярмыз. Күн шығып кетті, тұрыңдар. Жандос, Самал, тұр. Ұйықтап қалғанбыз ба не? Қабат деген ай, қалайша ұйықтап қалдық? Қабат деген ай, а? Әлі де болса қарайықшы. Мүмкін бір нәрсе байқалып қалар? Шумақта таңды күту керектігі айтылған. Күннің алғашқы сәулесін күту керек. Енді меніңше кеш қалдық.
Жаным, қанша уақыт болды күткенімізге? Шығасыңдар ма? Жаным, ашуланбаш. Тағы 5 минут жарай ма? Жарайды, күтеміз. Аха, жақсы. Енді 5 минут дейді. Қанша рет 5 минут дейді. 1 сағат болды ғой отырғанымызға. Вот только что с салона вышла. Ногти накрасила. Смотри. Мамма мия. Мына қозылар неге бос жүр? Бізді іздеп жүрген шығар. Жігіттер, сендер 18-ші үйдің қайда екенін білесіңдер ме? Қыздар, Шымкентте біз білмейтін нәрсе жоқ. Менің атым Жамалбек. Бұл дос Қошқарбай. Коша. Өте жақсы. Ал сіздер сонымен 18-ші үйдің қайда екенін білесіздер ме? Жаным, қажет болса, мен сізді 108-ші үйге дейін алақаныма салып апарамын. Атыңыз кім? Есімім Ида. Ал сіздің атыңыз? Светлана. О, сирек ат. Кинодан ба, әлде кітаптан ба, бір жерден көргем. Сендер тек Мерседеспен жүруге лайық қыздарсыңдар. Номерлерін беріп кетсеңдер, қажет жерлеріңе жеткіземіз. Гарантия берем, сендер Шымкенттегі ең әдемі қыздарсыңдар. Иә, қыздар, дәл солай. Өздерің сияқты әдемі екен. Ал фигураларға енді сөз жоқ. Зың екен. Сайрап тұрсын қарам. Ида жүрген. Бағам, не істеп тұрсын? Біз мына қыздар... Кімдер анау? Ажара, жаным, өздері сұраған соң. Ажара, шынымды айтайын, шынымды айтайын, Ажара. Өздері сұрады. Не саған Нәм жоқ жүрді, Ажара. Жаным, кешір, өздері сұраған соң. Айтып жатыр, өздері кеп Уәде сұрады. берем, жаным, мен қайталанба. Ойламаппын сені. Жома ғой, ләзгі. Мен Оңбаған. Түсінбедім. No. Акеро мио. Сеньорита Аджара, Ляска. Проблема то. Солай болып қалды енді, Антеке. Нормальный қыздар таптық па деп жүрген кезде. No. Джульетта Эн Ромео. Параменто Самино? No. Олай болмайды. Жүріндер кеттік. Антонио, қайда? Мен қыздар профессионально. Mon monsieur, tu ne te préoccupes pas.